Итак, барлығыңызға сәлем. Бүгін менде жаңа влог. Бүгін бізде 16-сы вроде. И қазір мен тірліктеріммен шайнап жатырмын. Бірінші жұмысқа барам салонға. Одан кейін жаңа телефон алған болатын. Ескі телефоннан жаңа телефонға бәрін ауыстыру керек. Ішіне информация, сурет бәрін. Потом сағат 4-те менде сессия. Сессияға дейін бәрін үлгеріп, сосын сессиядан кейін үйге қайтамын. Вот, и қазір мен укладка істеймін шашыма. Кстати, маған қалай укладка істеу жайлы видео түсіру ұсынылған болатын, бірақ та мен Дайсонға істеймін, ал Дайсон өзі істеп береді, ол почти укладканы. В общем, менде каскад, поэтому ең астындағы ұзындарын алып аламын да, потом қысқаларына көшемін. Бірақ мен қазір туториал жасап отырған уақытым жоқ, поэтому жылдам істеп тастау керек. Итак, достар, укладка и легкий макияж. Негізі макияж жасап жүрген жоқпын. Бірақ ақыры видео бастағаннан кейін түсіріп, блеск жағам, сонымен болды. И еще пока укладкам осылай болып тұр. Қазір тарап жүреміз, ал пока киінеміз. Енді біз сіздермен бірге киім дайындаймыз. Астыма мына шалбарды киемін темно-синий. Вот үстіме ақ кофточка кием. Мына ақ кофточканы кием. Сверху мына сыртқы киімді кием. Пиджак сияқты, бірақ жылы вариант Зарадан. Итак, шашымды бір бәрін жіберейін деп жатырмын. Мына арқылы қолданамыз. Істеміз. И былай. Онымен қоса өте күшті иіс шығарып тұрады. Все, шалбар кидім, үстіме ақ кофточка кидім. Қалай болды өзі? Мен еще тағы мынандай қара жем, темно-синий жемпір бар. Ойланып тұрмын, қайсысын кисем болады деп. И сумкадан ұстаймын, потому что басқа сай сумка жоқ. Осыны ұстаймын. Ішінде менде студенческий билет, ең маңыздысы. Ақшам бар, зарядка. Браслет Cartier. Менің ең қымбат браслетім. Темно-синий и ақ түсте бұл бүгінгі толық киімім. Вот. Все, мен кеттім.